Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың рухын оятқан және де жаңа Қазақстандағы Қазақстанның мәдениетін қалыптастырған бірегей тұлғалардың бірі. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Сарытөбек ауылында дүниеге келген болатын. Ол алғаш өз білімін ауыл мектебінде ашты. Одан кейін 1891-95 жылдары Орыс қазақ училищесін оқып бітірді. 1905-8 жылдары Қарқаралыдағы Орыс қазақ училищесінің оқытушысы әрі меңгерушісі болып екі қызметті қатар атқарады. 1908 жылы саяси көзқарасы үшін Қарқаралы абақтысына қамалады. Қарқаралы абақтысы Ахметті саясат ісіне баулыған жер, және де бұл оның бірінші рет тар қапасқа қамалуы. 1909 жылы 40 мысал жинағы басылып шығады. Осы жылдың 1 шілдесінде қайта ұсталып, 1910 жылдың 21 ақпанына дейін Семей түрмесінде сотсыз, үкімсіз сарылып 8 ай отырады. Бұл Ахметтің қасақана екінші рет түрмеге қамалуы. 1910 жылдың 9 наурызында Орынборға жер аударылады. Ал 11 жылы Маса өлеңдер жинағы шығарылып, 40 мысал кітабы екінші рет басылым көреді. 12 жылы қазақ әліпбиін түрлеп, яғни төте жазуды қолданысқа ұсынады. Осы жылы оқу құралы қазақша әліппесінің бірінші кітабы шығады. 1913 жылы оқу құралының екінші кітабы жарық көрді. 1913-18 жылдары қырғыз атанған қазақ жұртының төл атауын қайта жаңғыртып, қайта қайтару үшін қазақ газетін шығарды. 1914 жылы оқу құралы қазақша әліппе бірінші кітабы өңделіп қайта басылады. 1917 жылы қазақ газетінде қазақ халқына бұл заманның бостандық қарызы, Алаш партиясы сияқты мақалалары жарық көрді. 1918 жылы тіл, құрал бірінші жылдық оқулығы Ташкентте қайта басылып шығарылды. Ал 18-19 жылдары Алаш партиясының жетекшісі, Алашорда үкіметінің жетекшілерінің бірі әрі оқулықтар жазу жөніндегі комиссиясының құрамында қызмет етті. Ұстазы Ахмет 1919 жылы 24 шілдеде Лениннің қабылдауында болып, оның бекітуімен Қазақ өлкесі әскери революциялық комитеті кеңесінің мүшесі болып тағайындалады. Осы жылдың 27 қазанында Алашорда үкіметінің қайраткерлеріне кешірім жасау, яғни амнистия туралы қаулы мақұлданған соң, 21-22 жылдары өлкелік халық комиссараты жанында академиялық орталықтың төрағасы қызметін атқарды. Кеңес үкіметі жағына бір топ қазақ зиялыларымен бірге өтеді. 1920-21 жылдары Қазақ АКСР оқу-ағарту комиссары және Қазақ орталық атқару комитетінің мүшесі болды. 21 жылы оқу құралы әліпбиге нұсқаулық. Оқу құралы үлкендер үшін бірінші кітабы басылым көрді. 23 жылы қаңтарда Орынбор үкімет үйі арнайы атап, оны құрметпен салтанатты жиынға шақырды. 28 қыркүйек күні Степная правда газетінде «Просвещение и голод», Қазақ күнтізбесі басылымында «Тәні саудың жаны сау» мақалалары шықты. 22-24 жылдары Қазақтың халық ағарту институтында қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс оқыды. Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде әліпби туралы баяндама жасайды. 22-25 жылдары Қазақ халық ағарту комиссараты жанында ғылыми әдеби комиссияның төрағасы, Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының құрметті төрағасы болды. 29 жылдың маусым айында шығармашылық сапармен Қызылордаға барған кезінде Байтұрсынов тұтқындалды. 31 жылы ол Архангельск облысына жер аударылып, тек 3 жыл өткеннен кейін ғана Алматыға оралды. Ал 37 жылы жаңа репрессия толқыны басталғанда оны қайтадан тұтқындайды. 38 жылдың 8 желтоқсанында Ахмет Байтұрсынұлы халық жауы ретінде ату жазасына кесілді. Өкінішке орай, ұзақ уақыт бойы оның атын атауға тыйым салынды. Тек 1988 жылы ғана Ахмет Байтұрсынұлы ақталды. Ғалым, ағартушы Ахмет ағамыз бізге қайта оралды. Өз кітаптарында, өзінің атындағы қорда, көше атауларында, ең бастысы бүгінгі күн мәселелерімен үндес идеяларында. Ахмет Байтұрсынұлы жайлы не ойлайсыз? Ахмет Байтұрсын, не ойлаймыз? Ахмет Байтұрсын білесіңдер, Байтұрсынұлы ұлт ұстазы, қазақтың ұлы ағартушы, ғалымы, лингвист, қазақ тілінің тіл білімінің негізін қазған Алаш ұлт азаттық қозғалысының жетекшілерінің бірі. Не ойлаймыз? Бұл кісінің еңбегі қазақ тіл білімі өте зор, қазақтың тарихына енген ірі тұлға, ғасыр тұлғасы дейді. Сондай адамдар өте сирек.
міне сол Ахмет Байтұрсынов осы қазақтың тарихына, әдебиетіне, тіл біліміне өшпес із қалдырған кісі деп біз құрметтейміз бұл кісіні. Сіздің ойыңызша Ахмет Байтұрсынұлы қазақ қоғамына қандай үлес қосты? Ахмет Байтұрсынов қазақ қоғамына өте ұлы үлес қосқан кісі. Мысалы қара, мына тақтада Орынбор рухани ордабасы деген тақта тұр ғой. Ахмет Байтұрсынов 1910 жылы мына қазақ газетін шығарған Міржақып Дулатұлы екеуі. Осы қазақ газеті Орынборда 1913-1918 жылдары шығып тұрған. Осы қазақ газеті қазақ қоғамына өте үлкен үлес қосқан. Осы газет арқылы қазақ зиялылары бір-бірін танысып, бір-бірімен осы газетке мақала жазып, мына жерге келсеңіз, мына суреттегі қазақ зиялылары сол замандағы білімді өте оқымысты адамдар. Осы қазақ газетін қолдаған, Ахметті қолдаған кісілер көрдіңіздер ме? Қазақ зиялылар. Ол кісілер 37-38 жылдары көбі халық жауы репрессия түсіп атылып кеткен. Мына жерде көбінің суреті жоқ. Сол 30 жылдары, алсапыран жылдары мыңдаған қазақ интеллигенциясы халық жауы болып репрессия түсіп атылып кеткен, із-түзсіз жоғалғандар да бар. Міне Ахмет Байтұрсынов қазақ қоғамына қандай үлесі? Ең бірінші үлесі міне қазақ газетін шығарған, қазақтың тарихындағы тұңғыш қазақ тіліндегі бұл арабша емес, Ахметтің өзінің төте жазуымен жазылған. Ахмет 1910 жылы араб әріптері негізінде өзінің әліппесін шығарған. Міне Ахмет Байтұрсынның әліппесінің таблицасының тақтасына келдік, көрдіңдер ме? Ахмет Байтұрсынов 1910 жылы араб әріптерінің негізінде, араб графикасының негізінде өзінің әліппесін ойлап тапқан. Міне мына сол Ахмет Байтұрсынның мысалы өзінің көп арабша дейді, арабша емес, төте жазуымен жазылған. Мысалға Н деген қалай жазылады? Мынау латынша баламасы, мынау кириллицадағы баламасы. Осыны қазақтар 1910-дан 1929 жылға дейін пайдаланды. Бірақ бұны осы Ахметтің әліппесін шетел қазақтары өте Қытайда тұратын қазақтар әлі күнге дейін пайдаланды. Қытайда қанша қазақ тұрады? 3 миллионға жуық қазақ. Қытай, Ауған, Иранда, Түркияда тұратын қазақтар әлі күнге дейін Ахметтің осы әліппесін пайдаланады. Оңнан солға жазылады, оңнан солға оқылады. Бұл не сонда? Мынандай бір таңба тапты. Бұны жуан дыбыстың жанына қойсаң, жіңішке болып өзгереді. Мысалы, мына ә болып өзгереді. О ө болады. Ә болады. О ө болады. 4 ағарып 8 дыбыс. Қандай ықшам? Иә. Людям должностей не надо. Не надо им там какие-то должности давать, герои давать, еще что-то. Они сами собой, своим присутствием олицетворяли дух казахского народа. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынұлы.